Мінекей достар, бізде видеомыз дайын болды. Дайын видеоны осылай біз таймлайнға тастап аламыз. Ал енді мына жерде менде видеоның өзінің дыбысының сапасы нашар болғаннан соң мен мына жерде дыбыстың сапасын улучшить етіп, осылайша екеуін екі түрлі файлға жүктеп алдым. Мінекей, мына видеоның оригиналы, мынау болса соның дыбысы, яғни өңделген дыбыс. Бұл жайлы кейінірек сабақ өтетін боламын. Ал енді бізде осылай видео менен мына жерде видео файл мен аудио файл бар, екеуі біріктірілді. Ал енді сіздермен өткен сабақтағыдай көрсеткендей сборник клип жасап аламыз. Ол үшін екеуін таңдап және Alt J командасын басамыз. Сол кезде бізде видео біріктіріледі. Ал черновой монтаж сіздер терең түсінулеріңіз үшін біз осы видеоны монтаж жасайтын боламыз. Яғни мінекей біздің видеомыз осылай бастапқыда осындай керек емес жерлерін қиып алуды черновой монтаждайтын боламыз. Яғни мінекей менде осылай керек емес жері бар екен. Видеоның мына бастапқы жерлері осылай мен дайындық жасап аламын сөйлеуден алдын. Сосын мына жерде көріп тұрғандарыңыздай өзі дыбыс шығып тұр. Дыбыстың дорожкасы осы жерден бастап мен сөйлеймін деген сөз. Яғни мен сөйлейтін жердегі кадрлар қалу керек, ал мына тыныш тұрған жерлерім кадрлары қалмау керек. Мен ол үшін бұны кесіп тастайтын боламын. Керек емес жерін кесіп тастайтын боламын. Яғни мен мына жерден алмасты аламын. Яғни өздеріңіз білетіндей быстрый клавиш бөлімінен осы екі команда арқылы мен тез осылай таңдап кесіп осылай черновой монтажды істейтін боламын. Бұл жерде үш инструментті пайдаланасыздар. Яғни выбрать менде N кнопкасында тұр, разделение кесу V кнопкасында тұр, ал удалить ету, видеоны удалить ету болса мына жерде M кнопкасында тұр. Ал енді мен дәл осы жерде керек емес жерін осылайша бақылап отырып кадрды осылай жақындатып аламын. Сосын былай кесемін керек емес жерлерін, осылай сөйлемеген кадрларды осылайша мен кесіп шығатын боламын. Сосын әрқайсысын белгілеп осылай удалить етіп шығатын боламын. Мінекей менде тек қана сөйлеген кадрлар шығып тұр, ал мына тыныш тұрған кадрларды майда кадр болса да дәл осы кадрларды кесіп тастауым керек болады. Яғни бұл тыныш тұрған кадрлар адамдарды зеріктірмеу үшін осылайша біз кесіп шығатын боламыз. Мінекей, сіздер видео түсірген кезде, осылай видеоблог түсіріп жатқан кезде осындай тыныш тұрған кадрларыңызды адамдар көріп жалығып кетеді. Сол үшін сіздер осылай тыныш тұрған кадрларды осылайша кесіп адамдарды зеріктірмеудің жолын істеу үшін осылай жасап шығуға тура келеді. Черновой монтаж, яғни черновой монтаж бүткіл жерде видео монтаж жасаған кезде ең бірінші болып істелінетін черновой монтаж осындай аталады. Мен яғни қазір тыныш тұрған кадрларды осылайша қиып шығамын. Енді арасында өте кішкентай кадрлар болса, оны негізі кесудің қажеті жоқ. Мен сіздерге жалпылама көрсетіп жатырмын. Мінекей, арасында тыныш тұрған кадрларды осылайша мен кесіп тастайтын боламын. Кейде мен осылай бір видео түсіріп жатқан кезде айтатын сөзімді ұмытып қаламын. Сол кезде осылай айтатын сөзімді ұмытып қалған кезде, осылай тыныш тұрып қалған кезде мен осындай тыныш тұрып қалған кадрларды кесіп шығатын боламын. Мінекей, сіздер дәл осылай істесеңіздер өте ыңғайлы болады. Мінекей, мен жалпы черновой монтажда негізгі бөлімше осы үш инструмент, яғни таңдау, кесу және удалить ету деген. Енді сіздерге кішігірім лайфхак, осы сабақты жақсылап үйреніп алсаңыздар, мінекей видео черновой монтаждың көрінісі осылай болады. Яғни мінекей бүткіл жерлер, керек емес жерлердің барлығы осылайша қиып алынған болады. Ендеше сіздерге бір кішігірім лайфхак көрсетіп кетейін. Дәл осы жерде мына кесу командасы, мына жерде осы екі команда арқылы істейтін болады. Осы екі команда арқылы кесуді сіз тез істесеңіз болады. Яғни осылайша үстінен жақындатып тұрсаңыз, мына жерде Q деген клавиш бар екен. Бұл дегені мына видеоның мына линейка тұрған жердегі кейінгі кадрды кесіп тастау деген сөз болады. Ал мынаусы болса, мына видеодағы кадрдың алдыңғы бөлігін, дәл осы бөлікті кесіп тастау деген сөз. Яғни сіз басып таңдаған кезде осы мынау төрт бұрыштың арасындағы жерді кесіп тастау болып есептеледі. Мына жердің барлығын емес. Мінекей, мен осы видеоның мына жерін кесіп, мынау кішігірім көрсетіп кетейін. Мына жерді осылайша мен алмасты таңдап, осылайша белгілеп, кейін выбрать кнопкасын басып, M-ді басып, осылай удалить етсем де болады. Бірақ одан да тезірек жасау үшін мен осылайша бірінші кадрды жақындатып аламын. Сосын видеоның міне керек емес бөлігі мынау болып есептеледі. Мына бөлігін кесіп тастау керек. Сол үшін
мына жерде W деген кнопка бар екен. Бұл дегені мына бөлікті барлығын түгелдей кесіп тастау деген сөз. Яғни мен осылайша үстінен басамын, видеоның үстінен таңдап W кнопкасын бастым. Мінекей бір ғана кнопкамен кесіп тастады. Мен бұны мысалға алмасты таңдап, осылайша кесіп, сосын қайтадан таңдау кнопкасын басып, сосын удалить етіп жүрдім. Ал енді бұны екі ғана клавишті басу арқылы осылайша выбіратты басамыз видеоға, и сосын W кнопкасын басамыз. Бұл видеоның артқы жағын кесіп тастады. Ал енді видеоның мына алдыңғы жағын кесіп тастау үшін мен Q кнопкасын басатын боламын. Мінекей қарап тұрыңыздар. Мінекей Q кнопкасы автоматты түрде видеоның алдыңғы бөлігін кесіп тастады. Ал енді сіздерге жалпы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Мінекей. Ал мына жерде біз осылай черновой монтаж жасап болғаннан кейін міндетті түрде Ctrl-A кнопкасын басамыз және Alt-J кнопкасын басып осылайша сборник клип жасап аламыз. Яғни бүткіл шашылып жатқан видеолардың барлығын бір линияға жинап аламыз, яғни бір композицияға осылай жинап алатын боламыз. Ал енді сіздерге Q кнопкасы, Q және W кнопкасы түсінікті болу үшін мына жерде мен кішігірім көрсетейін. Менде мына жерде осы кадрды қиып алуым керек видеода, мына дәл осы ортадағы кадрды қиып алуым керек. Мінекей мен видеоның үстінен басамын, сосын W кнопкасын басқан кезде мынау кадр өшіп кететін болады. Мінекей автоматты түрде өшіп кетті. Ал енді Q кнопкасын басамын, мынау кадр өшіп кететін болады. Мінекей Q кнопкасын бастым. Осылайша сіздер видеоның кез келген бөлігін осылай кесіп алсаңыздар да болады. Ал ендеше сау сәлемет аман болыңыздар. Сіздермен келесіде кездескенше